Әлеуметтанушылар этикасына сәйкес әдетте зерттеу жүріп жатқаны туралы қатысушыларға айтылады. Камера немесе диктофон қосылу тұрғанын ескертеді. Дегенмен, зерттеу барысын информанттарға айтпай, құпия ұстайтын жағдайлар да болады. Бұл туралы толығырақ білгіңіз келсе, түсіндіріп көрейік. 1920 жылдары америкалық жазушы Нельс Андерсон Чикаго қаласында жүрген баспанасыз адамдардың өміріне зерттеу жасаған. Ол үйсіз-күйсіз жүргендердің өмір салтын сырттай бақылап, үлкен қалаға көшіп келген жас мигранттар кезігетін қиындықтарды анықтап, көлемді еңбек жазған. Міне осы On Hobos and Homelessness атты Андерсонның еңбегі біз айтқалы отырған бақылау әдісіне алғашқы мысалдарының бірі. Бақылау әдісі әлеуметтік процесстерді, құбылыстарды, маңызды мәліметтер мен фактілерді жүйелі түрде бақылап, уақытылы тіркеп, деректерді жинау әдісі. Тәжірибе көрсеткендей, бақылау көбіне ақпарат жинаудың көмекші әдісі ретінде қолданылады. Әдетте, басқа әдістерді қолдануға мүмкін болмай, зерттеуді тереңдету қажеті туындағанда, бақылау әдісін жүзеге асырамыз. Бақылау әдісі бірнеше кезеңнен тұрады. Бақылаудың мақсаты мен міндеттерін анықтау, зерттеу сұрақтарына толық жауап беретіндей бақылау әдісінің түрін таңдау, бақылаудың объектісі мен пәнін анықтау, алынған ақпаратты қорыту және интерпретациялау, соған сәйкес есеп дайындау. Зерттеудің мақсаты мен бақылаушының позициясына байланысты бұл әдіс екі түрге бөлінеді: кірістірілген және кірістірілмеген. Кірістірілген бақылауда әлеуметтанушы объектімен етене араласып, жанында жүріп зерттейді. Ал кірістірілмеген бақылауда ол құбылысты сырттай бақылайды. Кейде зерттеу жүріп жатқанын білетін қатысушылар өздерін басқа қырынан көрсетіп, жүріс-тұрысы шынайы болмайтынын білеміз. Нәтижесінде ақпарат бұрмалануы мүмкін. Сондықтан, мұндай жағдайда әлеуметтанушылар қатысушыларға зерттеу барысы туралы мүлдем білдіртпей, өздерін сол ұйымның мүшесі ретінде таныстырады. Бұны бейсаналы бақылау немесе инкогнито режимі деп атайды. Мысалы, елестетіп көріңізші, әлеуметтанушылар тұрғындардың спортқа әуестігін зерттейтін болса, көпшілікке белгілі бірнеше залды таңдап алады. Сол жерге тұрақты түрде барып, келіп кеткен азаматтарды тіркеп отырады. Сырттай бақылау арқылы олардың жынысы, жасы, қызығушылығы қандай деген сұрақтарға жауап табады. Зерттеу кезінде аңдаған деректерді саралап, қорытынды жасайды. Әрине, мұндай зерттеу кезінде де бақылаушыға біраз талап қойылады. Оның шыдамды, дағдарыс жағдайларынан шыға алатын, ойы ұшқыр, адамдармен тез тіл табыса алатын білікті маман болғаны абзал. Өйткені бақылау кезіндегі кез келген әрекет қатысушылар мен зерттеу процесіне кері әсерін тигізбеу керек. Жалпы бақылау әдісі ұзақ мерзімді зерттеулерге арналған. Мысалы, үлкен экспедициялар кезінде немесе белгілі бір этностық топтың салт-дәстүрін, тұрмысын, таным түсінігін, ерекшелігін зерттеу үшін ғалымдар олардың өмірін апталап, айлап бақылайды. Сол секілді, митингілерде азаматтардың сөйлеген сөзін, дүкендегі сатып алушылардың әрекетін, дәрістегі студенттердің белсенділігін немесе діни орындарға тұрғындардың қаншалықты жиі баратынын осы әдіс арқылы зерттеуге болады. Бастапқы ақпаратты жинау әдісі ретінде бақылау жеке адамдар мен үлкен топтың ым-ишарасын, мимикасын, эмоциясын талдайтындығымен ерекшеленеді. Айта кетейік, бұл әдісті қолданғанда зерттеушілер көрген түйгені салыстырып жазу үшін арнайы күнделік пайдаланады. Мұндайда мүмкіндік болса, фотокамерада қолданған жөн. Өйткені суретке қарап, көріністерді салыстырып, талдау оңайырақ. Қорыта айтқанда, бақылау әдісі басқа әдістерден өзінің жүйелігімен, деректілігімен ерекшеленеді. Сондай-ақ, бұл әдіс қатысушылардың мінез-құлқын, іс-әрекетін саралап, зерттеу объектісінің атмосферасын толық сезінуге мүмкіндік береді.